Ақмешіт адалдық алаңы жобалық кеңсесі мемлекет басшысының 2018 жылғы 5 қазандағы Қазақстан халқына арналған жолдауында сыбайлас жемқорлықтың ада өнерлер жобасын құру жөнінде берген тапсырмасына сәйкес құрылып отыр. Және бұл жобалық кеңсенің жетекшісі болып облыстағы қоғам белсендісі Смағамбетов Жандос Бектайұлы бекітілді. Және жобалық кеңсенің фронт офисі облыс әкімдігінің ғимаратының бірінші қабатында орналасты. Ақмешіт адалдық алаңы жобалық кеңсесінің негізгі мақсаты тұрмыстық жемқорлықты жою, қолайлы ортаны қалыптастыру және мемлекеттік көрсетілетін қызметтің сапасын арттыру болып саналады. Жобалық кеңсе білім, денсаулық, ауыл шаруашылығы, әлеуметтік қамсыздандыру, қала құрылысы және құқық қорғау органдарының қызметіне бағытталған мониторинг жұмыстарды өз кезегімен жүзеге асыратын болады. Қызылорда облысының кез келген тұрғындары жобалық кеңсеге өз ұсыныстары мен пікірлерін білдіруге толық мүмкіндіктері бар. Біз сіздерді өзіміздің алаңымызға сұхбаттасуға шақырамыз. Сыбайлас жемқорлықты бірге жояйық.